Ақтауда 3 баласын өлтірген әкеге қатысты тың дерек шықты. Мәслихат депутатының айтуынша, ерлі зайыпты ажырасып кеткен. Әкесі демалыста балаларын өз үйіне алып кеткен. Ер адамды танитындар оны өзге ағымның жетегінде кеткен жігіт деп жазыпты. Ислам дінінде адам тұрмақ құмырсқаға қиянат жасауға болмайды. Осы орайда білім және құқық қорғау органдары бас болып, қоғамдық ұйымдар қосшы болып бірлесіп, өзге ағымдағы азаматтардың тізімін жасақтап, балаларын қадағалаған жөн-ау. 3 баласын пәтерде өлтірген азаматтың Маңғыстау облысы Бейнеу ауданының тумасы екені анықталды. Ауылдастары күдіктіні жақын танитынын айтып, бұрыннан дін жолында жүрген адам екенін алға тартты. Маңғыстау облыстық полиция департаменті күдіктіге қатысты әзірге басқа ақпараттарды жарияламады. Алайда әлеуметтік желіде 3 баласын өлтірген азаматтың толық аты жөні, оның 1986 жылы туған сонымен бірге марқұм болған 3 баласының есімі жария болды. Бейресми ақпарат бойынша оның 3 баласының 2-і қыз, кенжесі ұл бала болған. Ақтауда қылмыстық оқиға болған 27 шағын аудандағы 46 үйдің тұрғындары күдіктіге қатысты ақпарат айтудан бас тартты. Көпшілігі осы үйден көргені мен қашаннан бері тұратынын тура білмейтін болып шықты. Еске салсақ, 24 наурызда Ақтаудағы 27 шағын ауданында орналасқан пәтерден зорлықпен өлім белгілері бар күйінде жасөспірімдер табылған. 2011, 2014 және 2016 жылы туған кәмелетке толмағандарды өлтірді деген күдік бойынша полиция қызметкерлері 36 жастағы әкесін ұстады. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабы 2 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Жедел тергеу іс-шаралары жүргізіліп жатыр дейді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұндай қанішерге, өз балдарын өлтіріп тұрған қанішер әкеге өлім жазасын беру керек деген ойда отыр негізі жалпы қазақ халқы. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Баланың бұл жерде ешқандай кінәсі жоқ еді, жатқан жерлері жайлы болсын.